Қайлы күн, қайлы кеш, кім қандай уақытта көріп жатыр, өздеріңіз білесіздер. В общем, эфирде Кілем шоу. Бізде қонақта әнші, биші. Биші бар ма еще? Биші бар ма? Мен сенің билеріңді көрдім. Ондайым жоқ еді ғой менің. Ондайым жоқ еді. Деп па? Билеріңді көрдім, мен сенің биің бар ғой. Қай биіңді көрдіңіз бірақ? Тойдағы. Сен анау бейіп тұратын бейін. Иә, бірінші биім ғой. Вот, биші, биташарист, дей ма? Гитарист деген сияқты, биташарист. Биташаршы ма? Негіз биташаршы болады ғой. Биташаршы. Биташарист деп просто өз кішкене өзгертіп алған, бірақ кейінірек бір ялған сәттерінің бірі осы болды. Негізі, действительно, сенің Қазақстанда биташар, который биташатын и лицосы бар адам сен ғой, по идее. Солар қатарына қостым мен. Болды, рахмет, көп-көп. Но бірақ өзім олай ойламаймын негізі. Олай бір жаңалық алып келдім деп ойлаймын. Просто бір креатив жағына просто бүйтіп алып келген шығар, бірақ ондай бүйтіп жаңалық алып келдім деп айта алмаймын негізі. Бірақ жаңалық алып келдім по-любому. Деп қайта қоймай қадалып қойып. Өзінен не жаңалық братан? Әнші, юморист, биташар, КВНщик, сосын сөз жасасың сен, ә? Көз жоқ, ондай жоқ, братан. Мынау артық енді. Мынау артық па? Или осылай жүре берейін бе, братан? Мынауым қалып тұр деп, осын дамытсам, жұртам бұқсын. Қабдол Тілеков. Рахмет, қуаныштымын, братан. Адуше, брат, сізге тілегімді айтып жіберейін бе сразу? Сразу ма? Все, айта бер, қиттаймыз бар. Құтты болсын, брат. Бастамаңыз. Вообще, брат, екеуміздің танысқанымызды сразу айтып жіберейін, брат. Қай уақытта таныстық, брат, білесіз бе? 2000 теңге. 2013-те ме еді? 2013-те, примерно. 13-те где-то. Бірақ жоқ, мен одан бұрын танимын сізді. Фартук кезінен танимын ғой, брат, сізді. Сол кезден бастап, брат, біздер енді қанат болдық енді. Аралас Жайдарман тобына. Ол кезде КВН командасы болды да. КВН командасы. Ол кезде Жайдарман дейтін жоқ болды. Жайдарман. Біздің Казиту құрамасы КВН-нан Жайдарманға көшкен кезде болдық қой. Біздер Казиту КВН командасы болып жүрдік те, Казиту Жайдарман тобы дегенде өз-өзімізге ұялып, сол кезде құрсып, келмейді, короче, андай. Жайдарман келмейді да? Андай теп, басында үйрене алмадық, короче. КВН командасы кішкене не болды, құлағымызда жағымды болып қалды да. Сол кезде кішкене келіспей, Есін аға айтқымыз келіп, қате ғой деген сияқты өзімізше андай. Командамен не болады, жиналыс болған кезде. Сондай, андай, шәнәйістер ғой, короче, сондай сияқты. Іштегі адамдардың құбылысы ғой. Кішкентай адамдар бар, который бір-біріне келіспей қалатын да, құрсып қалатын да. Сондай адамдардың кезінде. Мен 2013-те таныстық қой, сонда получается? Мен 2011-ден бері танимын сізді. 13-те таныстық. Бірақ 13-те бит таныспаған сияқтымыз, брат. Бит, КВН-де ешкім бит таныспайды. Қайтан? Бит бір рет сөйтіп танысайықшы, Қабдол Тілеков. Да, не, танып официальный эфирде танысқан өмірімде ең бірінші адам болды. Ойлашы, ол да бір 10 жылға жуық танимыз, бір-біріміз араласамыз, шай ішеміз, үйіне барамыз, үйіне қонам еще, и осы жыл танысып жатырмыз осы тұрғанда. Вообще ондай да? Вообще ерекше. Мынаны қызыл кітапқа енгізуге болады. Қызыл кітап қызыл болмағанмен жасыл кітаптың жанына жазып қойған болады, по-любому. Жасылдау, андай ақшылдау жасыл, андай немен араласқан, көкпен араласқан, холодный цвет деді да? Қабдол бізде, Қабдол сен өмірде шоудың форматы бойынша сен вообще мен сен демалған көрген жоқпын, действительно. Қарасам стористердің бәрін ана қашып баратасың, ана қашып баратасың. Вообще ұйықтайсың ба неміз? Ұйықтаймын, ұйықтағанда. Тек самолетте ма? Самолетте ұйықтаймын, андай. Сосын машинада күшті ұйықтаймын, брат. Машинада? Андай, любимый ұйықтылардың бірі дейтін болады андай бір. Сондай машинада ұйықтаған кезде андай ұйықтаймын, еще тоқтап, болды, келдік, давайте түсейік деп отырған кезде оянам болды. Оған дейінгі туалет, анау не, андай магазинге соғу, карта ойнау, орта жолда тоқтап, ондайлар вообще тұрмаймын. Сонда сен машина мінесің и сол қаладан түсесің сразу, да? Жоқ, басқа қалаларға. YouTube-тағыдай тез бүткізіп жүретін болыпсың ғой да жолдарды. Тез сондай жақсы көріп, үйде ұйықтаған енді по-любому енді обязательно үйде ұйықсың бөлек енді. Самолетта ұйқыға кішкене андай не, самолеттің ұйқысы андай бөлек болады. Құс ұйқы ма типа? Аяқ ісіп кетеді. Аяқ ісіп кетеді? Ісіп кететін кезде, самолетте ұйықтаған кезде андай жүрек дейтін не екен ғой қазір айтса. Қысылып қалама енді до конца жатпағаннан кейін отырып ұйықтайсың да, отырғаннан кейін андай не жоқ, ұйықтап атасың, бірақ аяққа кете ма, нагрузкасында бірдемесі бар. Әжелер қысап кетеді. Әжелер қысап? Кейде сондай болады ғой, аяқ киім шешіп тастап ұйықта андай самолеттен түскеннен кейін ақсаңдап кетіп жатады. Сыймай жатады,
көп мінесің ғой самолетке, мен аз мінемін, сондықтан білмеймін ондай нәрсені. Брат, өзімнің недегі ойлағандарым ғой, шынымен. Иә, мен бірақ аяғымды білмеймін, бірақ андай бір құрсық болатын болады енді по-любому дегенде. Сенде өмірде не ма? Мынау шоудың форматы бойынша ұятқа қалған ситуациялар бар ма өмірде? Сен бет ашасың ғой, иә? Бет ашқан кезде ұятты историялар бар ғой яғни. Бар, брат. Мен ұялған өмірімдегі ұялған ситуациялар өте көп, брат. Өте көп та. Солардың бәрін сен қазір жинап қой. Мен сіз осындай бағдарлама ашқан кездегі ең бірінші менде барайыншы дейтін қатарларында болдым. Сен ба? Біз вообще мен шақырған кезде, брат, смел, давай деген кезде өте қуанып кеттім. Менің историяларым үшін ашылды. 4 адамға звондадың, брат. Мен саған 4 адамға звондадым. 4 адам ма? Иә. Ну, типа, келшеш деген сияқты да. Қай бір 4? И сен кел, и сосын так, менде Қабдол бар. Қабдол звондады. И брат, все деген жалғыз сен ғой, прикинь. Болды. Оған дейін Тоқаевқа звондадым. Әрине, қалжың аралас. Шутка. Келемдеді, бірақ 2025-те келем деген шығар, енді 24-те көп деген пландар бар. Айтты деп. Айтқан шығар, бірақ звондай алмадық қойғанса. Осының шоудың форматы, мен саған түсіндіріп жіберейін. Шоуда где-то сен түсінбеген сияқтысың, мен түсіндірейін. Түсінді, айтыңызшы, басынан бастап. Жаңа танысып жатырық қой енді. Жаңа танысқан адам ретінде айтайын десең. Нешедесіз, брат, десең. Мен осы кілемнің үстіне, енді логично же, мен осы кілемнің үстінде отырып, саған нақты факттарға негізделген сұрақтар қоямын. Сұраққа мен бірінші факт деген сөзді таныстырып жіберсеңіз, соның ішіне кіріп. Қазір сұрақ барса сен оны сразу түсініп кетесің ойымда ма? Сразу деген таныстырып жіберсеңіз. Бәрін ба? Дұрыс білмейтін болса сөздерді. Сен бірыңғай танысудан басам, бүгін әңгіменің барлығын бар ғой. Өте тамаша. Енді ары қарай мен саған сұрақтар қоямын, факттарға негізделген. Сен оған дұрыс, либо сол сұрақтың дұрыс емес жауабын тапсаң, күлдіріп жауап беруге тырысуың керек. Ал егер екеуі де болмаса, өмірде ұятқа қалған историяңмен бізбен бөлісесің, короче. Ал егер сен күлдіртіп жауап беріп, мені күлкіге тарс еткізіп қарқ қылсаң, ұятты историяны мен өзім айтамын оқиғаны. Ақшалай жоқ та? Ақшалай бар еді, оған жаңа тамақ алып қойдық. Так, ты ойланамай еще ойладыңсың. Так, мен сен қалай пайдалансам екен? Болды, үйедім. Үйедің ба? Болды. Иә, мынау бізде біріншіден мынандай, мынау не деп ойлап қалуы мүмкін. Шекші, маған интересно. Зрительдер ойлап қалуы мүмкін, бұл бақырашпен екеуі су ішіп отырмайды ойлап қалуы мүмкін. Бұл чай. Денсаулыққа пайдалы. Чайдың аты? Осман тұз. Көрдің бе, шайдың атының өзі? Бұл қытайский шай екен. Қытайлықтардың ертелікте древний шайы. Древний шай? Қытайлықтардың древний шайы. Сен мен бағдарламада менің шайыммен таныстырғаныңа Алла разы болсын біріншіден. Екіншіден мен сенің шайыңды қояйын. Бұл шай денсаулыққа өте... Жаңа хозяинмен сөйлескен жоқпыз. Бәрін айтып жүрсің. Хозяинмен танысқан жоқсыз жаңа. Білмеймін, хозяин деді, білмеймін әйтеуір. Ол охранник қой, брат, білмейді ол. Қыз ба? Деп. Осы чай... Қытайлықтар соғыстыра ма екен? Қытайлықтар соғыс болған шығар десең. Соғысты ғой. Бұл ана Екке өліп кетті дейді. Ішкен кезде бұлай отырып іше алмайсың. Бүйтіп ішіп кетесің. Сондай ма? Сондай ма? Ойнап айтамын. Ол андай серьезный корейский сериалдар бүйтіп ішіп кетеді. Ол корейский ғой. Ол корейский сериал. Ол корейский, біз қытайлықтар. Бұл қытайлықтар емес қой даже. Бұл Орта Азияның кухнясы қосылған бір чуча дейтін бұл жерде енді кез келген шай бар бұл жерде бар ғой. Бәрі араласқан. Шайлар, ең керемет шайлардың жиналған жері ғой. Базар. Ішіп көресің, жарты сағаттан кейін. Аты? Бұны Осман тұз. Осман тұз. Не деген ат? Осман тұз дейтін маңдай. Күйіні бастап отқан сияқты ма? Империясының аты сияқты ғана. Өседі ғой, адам әлемнің барлығын зұлымдық жаулаған кезде өмірге Осман тұз пайда болды дейді ғой. Соған арнайы шығарылған Осман тұз шай еді, бүйтіп апарып береді. Корейский болып, арнайы. Шөптердің қосындысынан мен осындай бір шай ойлап таптым. Ойлап таптым. Алып келсен дейді. Жүгіріп береді ма? Жүгіріп береді. Сосын ішеді, и секунд ойланып тұрады ғой. Қасында тұрған сарбаз қылыш шығаратын ше. Ұнамай қалды ау. Андай ұнап қалды. Қорқып жібереді. Шошып кетеді ары. Шай өте керемет екен дейді ана. Жоқ, бүйтеді де, бүйтіп тоқтатып жібереді өзін. Типа керек емес дейді. Қылышың керек емес дейді. Ол сонда да интрига ұстайды сосын кішкене. Айтпай қалады ары қарай. Ұстап тұрады андай ұнады дегенді айтпай тұрады. Шығамыз ба неден? Японский неден. Әдеміге жатырық. Осман тұздан әдеміге. Қылышын жоптаңыз, брат. Көзіме андай не болып тұр? Көзім жалқап тұр ма? Пересвет болып тұр. Пересвет болып тұр. Жарайды, өте жақсы. Шай, осындай шай ұнады ма? Дәмі, сразу айтайын, андай тар шай сияқты екен. Тар шай. Өздерінің бір фишка. Андай
тамаққа жеңіл андай шайлардың сразу аш болып кетеді, андай бірден ұнатпай қаласың, мына андай ешқандай несі жоқ. Тәп-тәтті, күшті, андай нежный шайлар болады ғой, өтіп кете береді, сондай күшті екен. Мына ішесің ғой, энергия жинайсың. Бұл жалпы денсаулыққа пайдалы екен. Адам 30-дан асқаннан кейін сондай нәрсені зерттеймін уже ғой. Денсаулыққа не пайдалы, сол нәрсені. Мен жақында 30-ға толдым ғой, жәпші айтып беремін андай. Мен енді жақында 30-дан кейін ойым вообще басқаша болады екен уже. Уже пайдалы, не пайдалы, соны ішіп кетесің. Өзіміз бірақ қартайғымыз келмейді іштей. Бірақ андай по-любому физически қартаясың да. Түсінесің еще оны, осознать етесің. Деп ішке мұңайып кетсең. Сонымен кеттік, бастаймыз ғой да? Бастайық, да, біріншісінен бастайық. Сен оқиғаларыңды ойыңа түсіріп отыр, қазір вообще бомба болады негізі. Бірінші факттан көріп, бір ат факт қой да, факттан көріп, мүмкін мен тауып қалатын шығармын негізі үйден. Сен бұны табасың. Факт дейтін кітап оқып келгем негізі. Тауып алдым, білмеймін. Сен бұл сұраққа жауап бере аласың деп ойлаймын. Жауап бере аласың даже бар ғой. Түзу сызық сыза алатын жалғыз сүт қоректі. Түзу сызық жылан явно істей алмайды. Жылан енді ол былай кетеді ғой. По вертикальный кетеді. Вертикально, да, конечно. По галюзантилизации. Залюзи десе. Түзу сызық сыза алатын жалғыз сүт қоректі не болуы? Сүт қоректі еще, сүт қоректі дейтін. Сүт қоректе бізде жатамыз ғой. Бізде түзіп жүре аламыз ғой. Түзіп жолда жүре аламыз. Енді иманыңа қарай ғой енді ол. Иә. Сондықтан адам түзіп ойлайын. Тұрсын естісі. Жоқ, конкретно мынау десең болсын. Ол еще сіз күлдірту керекпін ғой. Жоқ, күлдіртпесең де дұрыс жауабын жауап берсең де проблема жоқ ешқандай. Мен палагичный ойлап отырмын негізі бірақ. Палагично? Оригиначно. Положительно деген сияқты. Так, сүт қоректі, который жатады, кімге жатады ол? Сен уже сол әңгімеге жақындадың жаңа. Мен неге жақындадым? Жақындап кеттің, қатты жақындадың. Сүт, мен басынан бастай, мен мынаны ойлап қалдым, ананы ұмытып қалдым уже. Қайда жатады, түзу жатады дедім, брат, не істейді? Сразу үшінші класстан бастап жатсың. Түзу сызық сыза алатын жалғыз сүт қоректі. Түзу сызық сыза алатын жалғыз сүт қоректі. Негізі сен сабақ қалай оқыдың негізі? Сабақ жақсы оқыдым. Жақсы оқыдың ба? 4-пен 5-пен оқыдым негізі 9-шы классқа дейін. Бәрі солай осылады өзі негізі. 10-шы класста 2-мен шықтым ғой, брат. 2? Қандай сабақтан? Бүкіл сабақтан. Сондай ситуация болды, брат. Қалай сен 11 бітірдің онда? 3-пен шықтым, брат, өтірік айтпайын, бірақ 2-лерде болды. 2-лерде болды. 2-лерде жүрді қасыңда. Біздер, короче, андай болды. Енді ұят болып кетпейін екен, бірақ еш жалсым. Мектепте, короче, шығарып жүру дейтін, апайлардың шығарып жүретін несі ғой, короче, өзінің нелері андай. Типа, бізде, короче, 11-ге қала алмайсыңдар сендер. Енді тапсыра алмайсыңдар, біздің мектепті позор қыласыңдар деп. Біздер кішкене классымыз андай қояншықта болдық андай. Болады ғой. Сондай андай районский деген сияқты жүретін. Брат, біздің класста. Брат, сіз кәм жүргенсіз ғой ортада. Мен естігем, сіз кәм осындай стрелкаларда бұрында алдыңға кәм әңгіме айтатын сондай неде жүрді деп естідім. Таяқ жеген бір браттан ба? Солай бола салайын. Негізі мен вообще бармайтын стрелка десең. Жоқ, братан, шынымен де деп қойған. Жек жері өтеді. Сол сияқты ғой. Мен өліп те жейтін ғой стрелкаға. Қашып кетеді. Жоқ, брат, прикинь, маған айтқан сондайды. Районскиймен жүрген, Галек братта жүрген ғой мысалға. Мүмкін сол кезде айтқан ғой бір... Галекті айтқан шығар, мен чорт болдым. Брат, ты не один деп. Бәсе бір-біріме... Өмір сүріп кеттік. Ал сен 30 үйінде ашады. Мен заявление жазғанда почеркім дерске дауыз. Чотке жазатыным ғой, чотке. Қол қойғанда кәм. Опып бар, 4 заявление жазған содан бір. Копировать ставить, қопылысы, копировать ставить. Соңғыларын бит жазып, қарабай жазып. Что еще айтесің, алдында файлда тұрғысы, алдында копировать ставить ете салшы сразу. Оны алма, оны сразу кешір жібереді деп қойшы. Ана қиындауын алшы, басына кірішпен ұрды деген бар ғой, соны алшы, пожалуйста деп. Сөйтіп, жалғыз сүт қоректі түзу сызық салатын дейтін сұраққа келді. Содан басталдық қой негізі. Негізі оқиғалар сол жерден басталды. Түзуден тарадық қой. Енді түзу жолмен жүреді адамдар дейтін, ол енді кішкене жақын ма сонда? Мен шынымен де біліп тұрған жоқпын. Сен біліп тұрсың.
сені қинамай қояйын да, сен жаңа өте дұрыс айттың, мен даже бар ғой, мына сұрақты мен естіген кезде сүтқоректілер жалғыз түзу сыза алатын сүтқоректі деген кезде мен миыма андай кесіртке келді да. Действительно дұрыс жауап адам екен. Да, шынымен де. Түзу сызық салатын. Түзу сызық сыза алатын сүтқоректі ол адам. Тіпті кәм. Өте дұрыс айттың. Художниктар да бар ғой деймін ғой, бірақ мен білемін, тіпті еламан дейтін інім бар. Тіпті түзу сызық салып береді, братан. Түзу салып бере ма? Еще неше түрлі цветпен салып береді, братан. Прикинь, көк болып тұр, қызыл болып. Формат бойынша енді сен саған сұрақ қойдым, сен оған дұрыс жауап беріпсің ғой. Енді мен ұят историяны айтуым керек. Мен историям егер қызық болып жатса, арасына смело кіре беруге болады. Андай рұқсат па? Ашық, 24/7. Историяңызға бір ескертіп айтып қойыңыз, как қабыл кіреді деп. Ашық емес, менің историям ашық есік. Заявление жазып, андай не істеген бар ғой, договор. Брат, былай қайырлаған. В общем, Оралға тойға барамыз. Мен бұл кезде танымаймыз өзі. Ертең барайын отырық десең. Оралға тойға қай жыл? Так, 2019 походу, шатаспасам. Онда мен Оралда жүрмін, немесе осы жаққа кетіп қалдым. 2019-да где-то Оралға группа балдар болып барамыз, короче. Группаның балалары болып баратын боламыз. Балдар қандай? WhatsApp-та группа. Жоқ ойнайтын. Мен андай рок группа болып елестетіп отырмын. Queen ба? Сонымен тұрамыз да, бәріміз балалар талпа боламыз да, соған неге шығып кетеміз. Машинамен қыстың күн машинамен шығып кетеміз Оралға қарай. Аралдан ба? Жоқ, Ақтөбеден. Аралда группаластар жоқ, Аралда өйткені ол кезде универ колледж. Бір демалуға ма, бір жазда ма? Жоқ, қыстың күні Оралға тойға кетіп бара жатырмын. 4-5 группалас болып. Жоқ, 4 артта 3 алды дейді. 5 группалас болып барады. Водитель бар ғой? Водитель бар. Ол да группалас. 7 адамдық па машина? 5 адамдық. 5 адамдық. Біреу бүйтіп барды. Бетеу ортасында, сызықтың ортасына отырып қалды. Ыңғайсыз ба да ортасында? Соған отырып қалды. Ремень тағатын жер ерте қылсасын. Ең қатты кәдімгі. Жымын келетін жер ғой. Ровно түсіп отырып қаласың кейде. И прикинь, ортасы аянышты ғой, білесің бе? Ортасына отырып қалған, белін қақайып дейді ғой. Кейбір ортасын күшті айтады, мына жер бүйтіп қойып әңгіме айтып барады күшті. Жарты сағат, жарты сағат, одан кейін уже пыдырайсың. Шаршамаған отырып алды ортасында. Мен әңгіме құмар бір отырып алды қасында. Келісіп еді үлбейіне. Оршым андай бады, 5 бала болып міндік, и мен ішім ауырып отырам. Таң ішіп алдық да, қымыз ішіп бәрі араластырып кеттік та, и мың кетеміз. Обедте ма? Обедте. Обедке таман, таң 11 ма кетеді. 5 мыңнан ба билет? 5 мыңнан емес, группалас өйткені ол. Бесплатно апарып кетті. Бесплатно барады по-любому, өйткені ол далбан да тойдан тамақ ішейін деп отыр. Соен бірге шықтық, баратқан кезде бір жерге тоқташ деймін ғой. Тоқташ бір жерге, тамақ. Сосын білмеймін, любой водительдердің қасиеті ма андай ғой. Брат, қазір ана жер бар, сол жерге тоқтайын дейді ғой, бір 100 километр жерді айтады ғой, ана жер қазір шығамыз. И шыдамай жатырмын. Уже келіп жатыр уже. Брат, вообще келіп жатыр, комиссия келіп жатыр. И сразу машина тоқтады сондай жерге, мен брат шыдамай жатырмын деп. И сразу шыққан бойда... Мен тоқтатқым келіп жатыр, мен алдынан бар ғой, братан, уже көріп тұрсаң шыдамай жатыр, бля, тоқташы. Сол күні қайда болды ма екен дейді. Оралда күтіп алмайсың мен. Сонымен түсемді, и сразу жаңағы неге баратырмын. Әжетханаға жүгіріп баратқан кезде ортада оқиғалар орын алды. Қатты оқиға орын алды, и анау тез жететін болып шықты, короче. Ойлаған жеріне, мақсатына тез аралап жетіп алатын дүние болып шықты, короче. Ой, ең кәм, наступила қара болып тұр, сразу кетіп қалды жайылып. И машинаға отырған кезде, и мен қайттан отырып алдым, короче. Мен оқиғадан сыртында тұра тұрсам бола ма? Сасып тұр десең. Машинаға не қойыңыз деп па? Сыртынан бұлдырлап қаратындап тұрайыншы десең. Әлі қанша километр бар алда? Брат, 400 бар. Ой, бұл. Смело бар 400, короче. И соған машинада отырғандарға кәм. Сабырлық дейтін дипломнан, бір дипломнан беру көп тұр оларға. Диплом болмағанмен 3000-нан статы беріп болдым, брат. И содан кейін тұрамызда машинаға отырдық. И ананың машина енді қыстың күн ғой. Жауып қойғанбыз терезені. И ананың әлемі біздің мұрнымыздан орын алды. Көзді ашытты. Сосын тұртта, қайсың е? дейтін әңгіме басталды. Фу, қайсың? Терезені ашады. Қайттан жауады.
бірақ ол өзгеріс ойлайды жоқ. андай, ол ойлайды жайы деп ойлайды басындағы андай. Оқиғалар. Просто несі деп ойлайды. Воздух күйінде деді ғой. Воздух күйінде деп ойлап, ашты қайтадан жауып тастады, ол басылады, уже ары қарай пештің несіне Алматының смогы сияқты деп ойлады, кетіп қалады сразу. кетіп қалады. И сразу ана тема бастады. И қайсың дейді, қайттан ашады, қайттан жауады, қайттан жауады, қайттан ашады. И сондайлар болыватыр, и кетпеді. И айтады ғой, қайсың дегені. И төртеуі тұрады, төртеуі уже Құдай арқылы шешіп алды. Проблемаларын. Явный. Кәм дәлелмен да? Дәлелмен, олардың уверен отырған адамдар. Бірақ ол арты таза адамдар. Екі мағынада арты таза адамдар. Былай брат, былай деді, и сразу так Құдаймен шешіп алды араларында. И мен арты таза емес. Тек қана өзіңіз қалдыңыз, конкуренттерде ешкім жоқ. Брат, дым жоқ ана жерде. И тұрды да, мен айттым, брат, осы жерде мойындайын дедім. Мойындайын? Команда машинада отырып тұрып мойындадыңыз ба сол жерде? Тұра алмайсың, артын таза емес. Көзі күйтте бүйтіп көтеріліп тұр. Басы былайға. Бастың несімен бүйтіп ойылып тұрады да бүйтіп тұрады. Мен деген кезде қатты тұрып жүрген сол майстар жібергенде сөйтіп мойындайын деп. Мен мойындайын деп. И тұрады да, анау жайылды. И содан жайылғаннан кейін жаңағы тема кетті, мен мойындаймын дедім. И ол айттым, кешірді ма, сол маған интересно болып тұр ма? Қиын, кешіру қиын негізі. Ондай жерде кешіре алмайды еще. Ол салонға химчистка жасау керек одан кейін. Обязательно. И сыртқа шығам, айттым оған, мен жаңа сыртқа шығып бара жатқан кезде, мен жаңа адамның дүниесін аяғымен басып кеттім дедім. В общем. Сосын балдар, бәйен байқамайсың ба деген әңгімелер болды. Солай так анса, иісін шығартып тұрып оралға жеттік. Сразу шалбар. Олардың несі бойынша, ойлар бойынша ботинкінің асты, короче. Сондай деп ойлап отыр ғой. Бірақ сенікі мына жерде. Короче, олардың ойлағандай емес қой, короче. Ботинкіге дейін болды менікі. Ботинкіге дейін. И сосын не болады? Той басталады. Мен шалбар бәрін тастадым, мен тойға бардым, короче. Тойда күшті тойға. Шалбарды тастадым, базар жақта. Күрсемен бардым. Ол кезде білмеймін, бәрі маған қарады, что-то түсінбедім мен. Қашыртаватын деп та. И содан кейін тұрды. Той басталды, мен той басталған кезде КВН ойнап жыртамыз ғой енді. КВН ойнадық, типа тойды көтердік, ау, и жырт жердік анарады. Қатты жырт жердік. И тойдың иесі мен мақтайын ғой, короче. Сондай бір дүние орын алды, и өте қатты ұят болған оқиға осы. Өзім ұят қалған. Базар жақ яғни ұят екен. Мен мына историяның ішінде жүріп те ұялып қалып отыр, бүйтіп қалып оттым кәрі. Бір-екі рет бүйтіп қалып оттым. Болады онда ситуация енді. Ендігі кезек уже саған келейін дедім мына жерде. Мен, давайте. Қалай болды, бірдеңе айтайын жатсың ба? Жоқ, айта берді. Ары қарай қызық болып тұр. Қабдолдың апай ағайлары молодцы. Күшті бергенсіңдер сабақ. Мына сұрақ, факт. 10 класста босқа шығарып жібердіңіздер. Сен ренжіп жатырсың. Сол кезде айттым мен, шығарам ғой деп. Мен мектепті. Сен 10 класста шығарып жібердің ме? 10 класста шығарып жіберген жоқ, бүйтіп итеріп шығарып жіберген жоқ. Жаңағындай біздер, короче, 10 класста балдардың бәріміз шығып кеттік, короче. 9-дан кейін кететіндер кетеді, колледжге кетеді ғой, сосын 11-ден кейін ғой. Енді 9-дан кететіндер кетеді, бірақ біз кетпей қалдық, короче, өзіміздің балдар болып, 10 класс оқимыз, 11-ге дейін оқимыз дедік те, енді тапсыра алмайсыңдар деп, короче, бізді 10 класста бүкіл сабақтан 3-2 шығарып, короче, типа вождунна ма, вождунна дей ма, қалай? Вождунна? Жоқ, вождунна емес, қалай андай? Мәжбүрлі түрдің орысшасын айта алмай тұрмын ғой соны. Вождунна. Қазақшасын айта алмайсың ғой. Ол просто ұзақты. Екі сөзді айта алмаймын, бірде қосып. 9-дан кейін, сонда 10-дан кейін де шығарып жібере ма сонда сендер? Жоқ, 10-дан кейін сөйтіп енді андай етіп шығарып жіберген, апайлар ретінде ренжіп қалып жүрмесің ғой. Апайлар көрмейтін шығар. Құрметті достар, қазақ білезік, қазақи нақыштағы заманауи білезіктерді әзірлейтін шеберхана. Егер сіз 8 наурыз күні анаңызға, жұбайыңызға, қарындасыңызға, әпкеңізге қандай сыйлық жасарын білмей жатсаңыз, дәл осы шеберханаға хабарлассаңыз болады. Маған ұнады, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Клем промокоды арқылы 20% жеңілдікке ие бола аласыз. Толығырақ описание бөлімінде. Келесі факт бізде. Керіктің баласы туыла салып қандай аурумен ауырады? Керік дейтін білесің ба? Жоқ. Мен кер дейтінде не деп ойлаптым, бел артта ауыратын. Кер емес пе негізді аты?
Киго ол. Киго, енді бір әріп қойым, братан, шамаласып тұрмын ғой. Смел, брат. Олда тұрған саған керік болсын ол. Жоқ. Бір жерге бар, керік бермеші айтуға болмайды саған. Ол жираф дедіңіз бе, брат? Иә. Жираф бұл анау да ұзын ғой, брат, мынау да ұзын ғой. Екеуін Анау да ки да ұзын ғой, брат, соған келеді ғой, примерно. екеуі кетеді ма? Иә, бір қараған кезде ұзын еске аласың ғой. Енді жирафтың баласы туыла сала қандай аурумен ауруы мүмкін? Бой жетпейтін аурумен ауруы мүмкін. Бой жетпейтін ауруы. Анасының бет әлпетін тікелей былай көре алмау ауруымен ауруы мүмкін. Енді бой соңғы, енді кішкентай әлі өзінің бойы өскен жоқ енді. Кетеді ма? Кетеді, сол кезде енді мамасын көргісі еді, потому что 2 жыл бойы анасының қасында болу керек дейді ғой бала. 2 жылда айтпесе дейтін, не істеп қалады дейтін, қыраулап қарады дей ма, сондай бірдемелер бар ғой, бір андай жасаурап қалады дей ма, андай құса қырау болып қалады. Примерно айтып жатыр, брат, сөйтіп түзеп тұрсаңыз болды. Жоқ, өте тамаша, онша емес, короче. Жоқ, мынау күшті болды. Нема, ұл болса ма, қыз болса дейтін жоқ па ондай? Жоқ, екеуі де ауырады, короче. Екеуі де ауырады. Туылғандардың бәрі ауырады. Базы жоқ. Вообще, не, клиникада, больница, детский больница, ондай жоқ іші. Ондай, неде, отырмаған вообще, андай. Полиция еш жаққа тіркелмеген? Тіркелмеген. Бірақ қиын, оның еще дәрігер жирафтар да жоқ. Африка ғой, брат. Бірақ олардың мойындарына да ертек қой, міне ақтан алып келеді ғой, ақ қалады. Примерно қандай? Примерно, қандай ауруға ауруы мүмкін тағы да. Ойлағым көп тұр, жаңа қызық екен негізі. Сұрақты мен сен историяны тыңдағым көп тұр, короче. Давайте, онда, мен атлайыншы, братан. Менде кәм ұялған историялар. Ұялған историяны сен айту керексің маған. Иә, давай, болды. Жирафтың баласы туыла сала бас ауруымен ауырады. Не үшін дейсің ғой? Иә. Өйткені ол туылған кезде 2 метрден құлайды ғой. Иә. Артына шыққан кезде жерге құлайды ғой. Иә. Содан бас ауруымен ауырады екен, оказывается. Или былайынан түссе, 4 аяғы жерге теп. Бірінші былай шығады ғой. Бас шықпай қалады, басы енді ұзын бұл. По-любому, кішкентай жирафтың да басы ұзын болады, сразу мынандай болып тумайды ғой енді. Бас ұзында болады да шықпай қалады, бірталай жүреді 1-2 айдай. Содан ауыратын шығар деп ойлаймын, енді мына жақтан шықпай қалғаннан кейін ауырады ғой, по-любому. Бірақ енді мен дұрыс емес айтып отырмын, или жеркенішті қылып айтып отырмын ба? Ну ладно, өздеріңіз қарасыздар. Мана бірақ сіздің тышқаныңыздан нормально сияқты оны. Ол жақсы сияқты дейсің бе? Болды, мен енді ұялған историяларым өте көп болды деп айтпай-ақ қойын, көп болған жоқ, енді болды, бірақ андай бір ситуация болды. Мен, братан, 5-ші класстан 9-ші классқа дейін музыкальный школда оқыдым, мектептен тыс. Андай номер 3-ші музыкалық школа болды, кәм. Қандай да, оның ішінде не бар? Оның ішінде домбырада оқыдым. Басында күйде оқыдым, сосын термеге ауыстым, короче. Сосын, анау мынау болды, андай оқуға бармай қалдым, ондайлар айтпай қойын. Сөйтіп оқып жүрген кезде сольфеджио дейтін сабақ болатын. Сольфеджио? Сольфеджио дейтін сабақ өзі андай не сабақ қой? Қосымша мен үшін өмірімдегі ең қиын пәндердің бірі болды. Сольфеджио? Айтылудан да и сабаққа барған апайдан да. Потому что сол кезде біздер қорқатын болдық апайдан. Почему-то болды ғой, братан, бір кездері апайдан қорқатын. Действительно, андай сондай оқушылар болдық біз. Білмеймін, андай апай қатал нелер болды ғой. Сольфеджиодан беретін апай сондай қатал болды, короче. Өтше неден жібермейді, короче. Неден? Сабақта отырып, үндемей отырып, сағанда не береді, тапсырма береді, соны жазып отыру керексің, дәретханаға сұрасаң жібермейді, короче. Сондай қатал апайлар болады. Мен еще қасымдағы оқып отқандар, басқа мектептен келіп оқып отырғандар, короче, орыста, в основном орысша мектептен келіп оқып отқан. Танымаймын вообще. Өзім класстастарым без, күнделікте класстастарым без. Но қосымша обедтен кейін оқимын, короче. Сол сольфеджио сабағына кірерде, короче, андай чуть-чуть андай кіші дәрет несегін бетте, қысайын келіп қалады, андай қыспайды әлі. Әлі қатты сигнал бермейді. Басында жарап біліп жүресің өзің. Ай, осы келді ау деп. Барып келсем бе екен деп. Неңе өлшейсің? Өзіме өлшейсің, келтіре алмай қаласың кейде. Жетесінде келтіре алмай қалдым ол, короче. Сабақ басталып кеттік, пұррық кіріп кеттік, короче. И сразу басталғаннан кейін барып, вообще келіп қалды ғой енді. 45 минут қой енді сабақ. Ол 45 минут, 30 минут болады. Сол 10 минуттарда жайлап уже тапсырма берді, сол кезде жайлап келді кәм өзінің орнына. Ровно келді. Сонымен? Қыстың күні бұл. Өзім сырттан келгем. Аяқта нән ботинка. Нән дейтін дәу. Басқа қалай айтады.
нәндәу нәндәу дейтін не бар, иә, нәндәу ботинка. Қармен келгем, қардың ерігені бар, короче. И мына жақтан, короче, мен қысып тұр. Сенің ерігенің бар. Иә, менің ерігенім бар, бір кезде жайлап. Уже апайдан сұрайын десем, андай қорқам. Апай жібермейтін, білем, короче. Одан бұрын бір-екі сабақтарда сұранғам, жібермеген ғой, короче. Еще так отырам. Сіз сол бір-екі сабақтан бастап қысылып кетсіз өзіңді? Иә, қысылып кетіп, кейде андай басылып кетеді, ортасынан басылып кетеді, сөйтіп. Бір кезде аяқ дірілдеп бастады уже, шыдамайтын кездер бастады уже. Осын жайлап движение көп бастап кетеді, өзімен бірдемелерді ручкаларды басқаша айналдырып бастайсың. Андай бүйтіп отырып қалмау керек, короче. Бір онда отырып қалсаң, бітті, короче. Өртеніп кетеді. Сөйтіп, короче, бір кезде уже шыдамның шегі таусылды, короче. Андай 6-шы класс енді, братан, енді нормально. Смел, брат. Ол кезде ешкім танымайды. Смел. Ешкім андай нем жоқ, короче. Ол кезде ұялатын емес енді. Сол кезде қатты ұялдым, қазір ұялмаймын енді. Ол болады ғой, ситуация ғой сондай. Болды, брат, рахмет, от души. Алла разы болсын. Анау нәрсеге ренжімейсің. Жоқ, братан, мен ешқандай сізге дейтін ешқандай нем жоқ. Бірінші қолдап келіп жатқанына көп рахмет. Мына күшті шоу екен, мен өзім ерекше ашылдым. Кілем шоу деген андай. Действительно, осы кілемді как будто бір андай, күнде кафеде жүреміз ғой деп, аяққа жылылық берді. Білмеймін, именно осы жерде не бар ма, теплый пол бар ма? Басқаша болды дейсіз? Ашылдым бұл жерде. Негізі бұл әңгімелерді пайда кімге айтасың? Мысалы, мен бұтыма жіберіп қойғанымды бұл жерде еш қайда айта алмаймын мен негізі. Мысалы, Аман Тасыған ағамыз шақырса да айта алмайсың ғой кішкене. Бұл кішкене андай. Аман Тасыған ағаны сүйіп кеттім деп кетіп қалсаң ба деп. Сол ғой, оны астарлы ақиқат айтсаң, ол ертең тағы да шақырады. Екіншісіне, не үшін сен ДНК-ңды алып келіпті? Жездеңді алып келді. Жездеңді алып келеді. Сүйген кезде қасында кім болды? Бүкіл класстастарын жинайды, орыстарды жинады. Түгел ма? Точно сүйді ма? Сүйген кезде өзінің сідігі болды ма? ДНК-сын анықтайды дейсің. Сол сияқты осындай керемет проекті да мен өзім күшті керемет ерекше ашылдым деп ойлаймын. Рахмет, братан, сізге. Бұл әңгімелер по-любому ешкімге айтпас едім. Сізге айтқаныма өкінбеймін. Қабдол. Братан, не мынау? Қой, братан. Бір ерекше құрметтейтін інімнің бірісің ғой, сен білесің ғой. Мен білем ғой тақпатыша дейді. деген сияқты болды ғой. Құр қайтарғым келмейін деп отыр. Қой, брат, мен осы шақырғаныңыздың өзі құр қол болайын деп тұр ғой десең. Шақырғанның өзі бір үлкен бір құрмет болып тұр, брат. Біздің достарымыз бар, қазақ білезік дейтін. Бағана жалпы осы жердің бұйымдары маған өзіме қатты ұнайды. Мен оны анама да, келіншегіме де жалпы осы шоудың ұсынуға болатын, ұялмай ұсынуға болатын қазақи отандық өнім. Мен отандық өнімді вообще екі есе жақсы көремін. Отандық нәрсені қолдау керек, сондықтан да осы дүниені саған беріп отырмын, шын ниетпен жұбайыңызға апарып берсеңіз болады. Мынаны алғаннан кейін сегізінші мартта сенің келіншегің сенен ештеме сұрамайды, осы арқылы құтылып кетуге жатса. Сұрап отырса, братан, не істеймін? Сұрап отырса, гарантия бар ма? Сұрап отырса қайтадан сен маған келесің. Сосын мен айтып жіберемін, сұрама деп, короче. Құрметті достар, көп рахмет. Қазақ контентті қолдайық, кілем жобасы бізбен бірге болыңыздар. Алда талай қызық болуы мүмкін. Не обещаю, бірақ. Не обещаю, бірақ мүмкін. Каналға тіркеліңдер, и подписаться и лайк басыңдар. Колокольчик өтетуді ұмытпаңдар. Басқаннан кейін енді ана лайктарды басқан қасында тұрады ғой.